Республика махаллелерінде қауіпсіз орталықты жарату, жастар арасында құқық бұзушылықтар һәм жинаятшылықтың алдын алу бойынша Бердақ атында Қарақалпақ мемлекеттік университетінде көшпелі суд һәм жинаят додаулары құқи үгіт насихатлау ләжі өткерілді. Кейінгі сюжетіміз ұсаққында. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетінде Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жылда республика махаллелерінде қауіпсіз орталықты жарату һәм құқық бұзушылықтардың алдын алу системасының нәтижелігін арттыру бойынша ләжілер хақындағы қарарының мазмұн мәнісі, жастар арасында ұшырасып отырған жинаятлар һәм олардың алдын алу бойынша алып барылып отырған жұмыстар хақында ұшырасу жүргенлестірілді. Ләжде сөзге шыққандар жастар арасында жинаятшылықты азайту үшін әмелге асырылып отырған профилактикалық ләжілер, тәлім-тәрбие жұмыстары һәм құқи үгіт насихатлаулардың ахметіне тоқтап өтті. Сондай-ақ студенттердің рухи әдеби құрамдық тәрбиесін бекемдеу, сонымен бірге жинаятлардың алдын алуда жастардың белсенділігін арттыру зәрулігін атап өтті. Міне университетіміз қазіргі уақытымызда 27 мыңнан астам студенттер білім алып отырған болса, енді университет студенттер арасында да жинаятшылық бұзарлық жырақта емес. Міне болып отырған жағдайлар болып отырыпты. Міне әсіресе біздерді қинап тұрған жағдайлардың бірі бұл автомашинамен болып отырған жағдайлар. Һәм сонымен біргелікте жастар арасында өзара жанжелесу арасымен дене жарақаттарын келтіріп шығу себептері болып отырыпты. Һәм бірқатар осындай ләжілерді жастарда кең түсінік беру бойынша түсіндіру жұмыстары барып жатыр. Міне сонымен біргелікте осы жастардың бос уақытларын мазмұнды өткеру үшін міне университетімізде дөңгелек, клуб, орай һәм спорт секцияларға тарту ләжілерді алып барып жатыр. Ләж давамында көшпелі суд мәжілісі өткерілді. Судья тарапынан ашық көшпелі суд мәжілісі қатынасушыларына жинаяттың құқи ахметлері хақында түсінік берілді. Онда қатынасушылар жүз беріп атырған құқық бұзарлықтардың қандай ахметлерге алып келуінің айқын көріністерімен танысты. Орынларда кең жамиятшіліктің қатынасуында өткеріліп атырған бұндай ашық суд мәжілістерінен мақсат арамызда болып атырған уақия хадиселерге бейпаруа болмай, егер қандай бір низам бұзушылық яки құқық бұзарлық жағдайлар жүз берсе, дәрхал тиесілі органларға хабар беріп, кеуілсіз жағдайлардың алдын алуға шақыру болып табылады.